Ақшаға айырбасталған уақыт. Есігінде травматолог Нұрлан Артықбаев деп жазылған бөлмеге Міржақып асыға бас сұқты. Кіреберістегі медбике жөн сілтеген кезекші дәрігердің орнында екенін көргенде құтқарушысы алдынан шыққандай қуанды. Бөлмедегі беймағлұм дәрінің иісі де көмек көрсетердей көңілге жағымды сезілді. Дәрігер диванда бір аяғын түсіріп бұрыштағы теледидарға көз салып қалғып жатқан секілді. Міржақып қасына таяп сәлем бергенде ол тым баяу мойын бұрды. Жанұшыра асығып келген адамға бұл да бір кедергі сияқты көрінді. Тез дегенде жиілей соққан жүрегімен жарыса сөйледі. Дәрігер, бауырым мерекелік алаңда бір баланы машинемен қағып кетті. Тезірек қарап жіберіңізші. Дәрігер тіптен асықпай созалаңдап басын көтеріп шүйдесіне ауған ақ көк телпегін түзей отырып, Міржақыпқа тектей тесіле көз салып, «Неғып қақтың?» деді. Көзінде мысқыл ойнайтын тәрізді. Міржақыптың жүрегі мұздап, «Ағеке, шын мәнінде баланың өзі велосипедпен келіп соғылып, машинеден ары асып жығылды. Сыртында еш жарақат жоқ. Бірақ алғашында есіне танып қалды. Қазір ішімде қатты ауырып жатыр. Сіздердің емхана жақын тұрған соң, соған өзім алып келдім». Дәрігердің өңінде еш өзгеріс байқалмады. Ештеңе де саспайтын секілді. Сонсоң манағы мысқылды жанармен Міржақыпқа көз тастап, «Жігітім», деді. «Бұл ақылы бөлім. Тез ақша тауып әкел. Ақыры кінәлі өзің екенсің». Міржақыптың арқасынан неге екені белгісіз сұп-суық тер бұрқ етті. «Ағеке, ақша тауып әкелгенше қарай беріңізші». Дәрігердің мысқылды көзінен енді кенет сұп-суық қырау шашырағандай көрінді. «Жоқ, әкелем, өйтем деп соғапы кетесіңдер. Әкелмейінше ештеңе болмайды. Операцияда жасалуы мүмкін. Оған да ақша керек». Міржақып машинасымен 2-3 көшеден кейін тұрған Мұратбаевадағы таныс ломбардқа қарай зулады. Сағатына көз тастады. Бала соғылған кез таңғы 9:35 болатын. Емханаға келгенде 9:45 еді. Міне енді 10:05 минут кем. Міржақып ломбардтағы Диана деген таныс экономист қыздың көмегімен жаңалау мазасын кепілдікке қойып, алған ақшаларын қолына қыса ұстап емханаға қарай құстай ұшты. Самайынан тер сорғылап, ентіге дем алып, бағанағы кезекші дәрігердің бөлмесіне жүгіріп кірді. Дәрігер ұйықтап кеткен секілді. Жеңіл қоры естіледі. Ол тықылдап селкетті, сергек оянды. Қызарып кеткен көзін Міржақыпқа сүзіп, «Әкелдің бе?» деді. Міржақып «Иә» деген сөзді айтар алмастан таңғаларлық шапшаңдықпен «Кеттік онда» деп қолын уқалап есікке жалт бұрылды. Дәрігер екеуі маңдайшасындағы әйнекке жедел операция бөлімі деп жазылған үлкен қос есікке жеткенде үстіндегі 4 бұрыштық сағат тілі 10:35-ті көрсетіп тұр екен. Есіктің тұтқасына қолын соза бергенде өңі аппақ қудай болған медбике асыға алдынан шықты. «Нұрлан аға, таңертең машинеге соғылып әкелген бала қан құсып жатыр». Нұрлан, «Міне, қазір соған бара жатырмыз», деді. Міржақып дәрігердің соңына ала жеделдей палатаға кірген сәтте Нұрланның «Аслан!» деп шыққан ышқына дауысына селкетті. Ол сүріне қабына төсекте езуінен қанды көбік сорғалап боп-боз болып кірпігі әзер қимылдап жатқан баланың аяғын құша барып жығылды. Орнынан қайта тұрды. Міржақып бір сәтте дәрігердің түрі адам танымастай өзгергенін көріп шошып кетті. Көзі шарасынан шыққан, тістері ақсиып, оңы өліктей аласұрған. Қисайған езуінен «Мынау менің жалғыз ұлым ғой, ойбай!» деген сөз адамның төбе шашын тік тұрғызардай қорқынышты шықты. Қан лоқсып жатқан 7-8 жасар шамасында ұлдың өңіне сәл күлкі үйірілгендей. «Әке!» деген әлсіз үні естілді. Көрші бөлімнен асыға басып келген әйел дәрігер балаға үңілер-үңілместен «Тез операция үстеліне, ішіне қан кетіп жатыр», деп медбикеге бұйырды. Қарбалас басталды. Бір кезде баланың аяғының тамырына жалғанған системаның үздіксіз құйылып тұрған тамшылары бір-екі рет баяулап барып, кілт тоқтады. Әкесіне сүзіле қарап жатқан пісте мұрын ұлдың жанары бір нүктеге қадалған қалпы кірпік қақпай қалды. Міржақыптың төбесінен бірдеңе ұрғандай көзі қарауытып теңселіп барып еденге отыра кетті. Қолындағы сығымдай ұстаған ақшалар шашылып, бала жатқан төсектің астына қарай сырғып бара жатты.